Сәлеметсіздер ме студенттер? Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару курсын жалғастырамыз. Бүгінгі қарастырылатын тақырып қалдықтарды залалсыздандыру және сақтау технологиялары. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, қалдықтарды бөлудің негізгі принциптері және қалдықтарды сақтау технологиялары. Жалпы қалдықтарды бөлудің негізгі принциптері бұл жерде өндіріс пен тұтыну қалдықтарын бөлу бойынша бөлінеді. Олар салалық білім беру көздері бойынша, өндірістік циклдер бойынша, агрегация жағдайы туралы және пайдалану бағыттары бойынша бөлінеді. Қалдықтарды агрегаттық жай-күйі бойынша жіктеу. Бұл жерде өнеркәсіптік қалдықтарды жіктейтін болсақ, олар газ тәрізді, сұйық және қатты болып бөлінеді. Бұл жерде газ тәрізді қалдықтар қалдық газдар және түтіндер болып бөлінеді. Ал сұйық қалдықтар сулы ерітінділері мен шламдар және сулы емес ерітінділер мен шламдар болып бөлінеді. Келесі қатты қалдықтар, олар шаң және қатты қалдықтар болып бөлінеді. Қауіптілік класы бойынша өнеркәсіптік қалдықтарды жіктеу. Жалпы кестеден көріп отырғанымыздай, қауіпті өнеркәсіптік қалдықтар бойынша, олар қауіптілік класы бойынша 5 классқа бөлінеді. Біріншісі өте қауіпті, екінші жоғары қауіпті, үшінші орташа қауіпті, төртінші аз қауіпті және бесінші іс жүзінде қауіпсіз. Ашығырақ айта кететін болсақ, бірінші класс бұл осы қалдықтардың әсері кезінде экологиялық жүйе қайтымсыз бұзылған және қалпына келтіру кезеңі жоқ. Бұл ең өте қауіпті қалдықтармен ластанған кезде болады және бұл топырақта суды ластаған кезде оның қайта қалпына келтіру кезеңі болмайды. Келесі екінші класс. Бұл экологиялық жүйе қатты бұзылған. Ал қалпына келтіру кезеңі зиянды әсерді толық жойғаннан кейін кемінде 30 жыл. Демек, зиянды заттар шығарылатын көз тоқтағаннан кейін 30 жылдан кейін экологиялық жүйе өз-өзін қайта қалпына келтіре алады. Үшінші класс. Бұл экологиялық жүйе бұзылған. Қалпына келтіру кезеңі бір көзден зиянды әсер ету төмендегеннен кейін кемінде 10 жыл. Демек, бұл жалпы зиянды зат шығатын зиянды көз тоқтаған кезінде 10 жылдың ішінде экологиялық жүйе қайта өз қалпына келе алады. Келесі төртінші класс. Бұл экологиялық жүйе бұзылған. Өзін-өзі қалпына келтіру кезеңі кемінде 3 жыл. Және бесінші класс. Бұл экологиялық жүйе іс жүзінде бұзылған жоқ. Қалдықтарды залалсыздандыру және қайта өңдеудің ең перспективалы процесі бұл биотехнология болып табылады. Жер биотасының тірі компоненттері миллиардтаған жылдар ішінде өлі геосфераны, атмосфераны қайта өңдеп, осының бәрін биосфераға айналдырады. Табиғатта құрылған микроорганизмдерді генетикалық биология әдістерімен ғалымдар жаңа функцияларды орындау үшін бейімдейді. Тұрмыстық қалдықтарды сұрыптағаннан кейін қайта өңдеу бұл өте үлкен мүмкіншілікке ие. Қатты тұрмыстық қалдықтар органикалық қалдықтардың тоннасын қайта өңдеу құрамында 70%-ға дейін метан және 6000 килокалорий дейін жылу шығару қабілеті бар көміртек тотығы бар 500 метр биогаз бере алады. Биотаның тірі компоненттерінің энергетикалық пайдалы әсер коэффициенті бірдей функцияларды орындайтын техникалық жүйелердің артық болуы мүмкін. Мысалы, Зеобасилус ферокситанс бактериялары темірді, мыс,
мырышты сілтілейді және олардың күкірт қышқылымен толықтырады. Бұл жерде қышқыл металл сульфидінен бактерияны өзі шығарады. Саңырауқұлақ биомассасы қорғасын, мырыш, сынап, никель, кобальт, алтын ерітіндісінен шоғырлануы мүмкін. Мұнай өнімдерінен ағынды суды тазалайтын бактериялар тобы бар. Биотехнология бұл ағаштан, мұнай парафиндерінен, метил және этил техникалық спирттерінен, табиғи газдан және қауіпті сутегіден ақуыз өнімдерін өндіру кезінде қолданылады. Биотехнологияның жетіспеушілігіне процестердің баяу ағуын ғана жатқызуға болады. Бұл олардың қымбаттауы болып табылады. Кәдеге жаратудың қолданыстағы жүйелерді эпидемиялық және экологиялық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы талаптарына сай келе бермейді. Бірақ Германия, ақш, Испания сияқты қалдықтарды сұрыптауда, престеуде және брикеттеуде жетістіктерге жеткен және Жапония мен Ресейдің тәжірибесі үміттенеді. Швейцарияда қайта өңделген қатты тұрмыстық қалдықтардан алынатын құрылыс плиталарын престеу әдісі әзірленеді. Соңғы жылдары қалдықтарды брикеттеуге, оларды ірі блоктарға престеуге көп көңіл бөлінеді. Олар кейіннен сақтауға алынады, жағылады, немесе құрылыс кезінде пайдаланылады. Өрт сөндіру және құрылыс мақсатында брикеттеу алдын ала сұрыптауды, ал депозитке салу үшін көбінесе аса ірі қалдықтарды жоюды талап етеді. Бұл тәжірибеде келесілер куә бола аласыздар. Бұл бірінші, полигонның әрекет ету мерзімі бұл 2-3 есеге артады. Пайдалану жеңілдетіледі. Брикеттер кірпіш ретінде қалыптастырады. Шығарылып, желді түптеу, кеміргіштер, шыбындар мен құстар тартылмайды. Өрт қаупі жоқ. Брикеттердің ішіне су жіберу және іс жүзінде болмайды. Жалпы су жіберілмейді. Және газдардың аз бөлінуі. Сарқынды суларды зарарсыздандыру кезінде жиі физикалық әдістерді қолданған жөн. Оларға термиялық, радиациялық, электрогидравликалық соққы, электрофотокоагуляция және жоғарғы жиілікті тоқтар, жоғарғы кернеу, ал контагенезді аурулардың қоздырғыштарымен жұқтырылған жануарлардың қалдықтары мен өлекселері мал көмінділеріне жағылады немесе көміледі. Бұл жерде ең көп тарағандар бұлар: күйдіргі, оба, құтыру аурулары. Бұл аурудың тұрақты қоздырғыштарын жоюдың ең сенімді шарасы. Әдістің кемшілігі бұл үлкен энергия шығындары, ал залалданған қалдықтардан брикеттерді дайындауға және оларды кептіруге қоршаған ортада, әсіресе атмосферада инфекция қоздырғыштарының таралу қаупіне байланысты жол берілмейді. Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына сәйкес қалдықтарды тасымалдау, кәдеге жарату, сақтау және көму мақсаттарында олардың қауіптілігінің 3 деңгейі белгіленеді. Бұл біріншісі жасыл G индексі, келесі янтар түсті бұл A индексі және қызыл бұл R индексі. Бұл жалпы Базель конвенциясына сәйкес қалдықтарды тасымалдау, жарату, сақтау және көму мақсатында оларды осындай түстерге бөліп сақтайды, оларды кәдеге жаратады, немесе тасымалдайды, немесе көмеді.
Қазақстанда бос жерлер және үлкен аумақтар болғандықтан бұл проблемаға ұзақ уақыт бойы көңіл бөлінбеген. Сонымен қатар қалдықтарды қайтадан өңдеу керектігі жайында заңды нормаларда болмаған. Жалпы заң жүзінде де көмек көрсетілмеген. Осы уақытқа дейін өнеркәсіп қалдықтары улыларды қоса экологиялық нормалар мен талаптарға сай емес жағдайларда сақталуда. Осыған орай республикамыздың көптеген аймақтарында жер үсті және жер асты сулары интенсивті ластануына жол берілуде. Мысалы, Ақтөбе облысын алатын болсақ, ол жерде 6 валентті хроммен ластанған. Ал Жамбыл облысы олар фтор және фосформен ластанған. Шығыс Қазақстан облысы бұлар ауыр металдар тұздарымен ластанған. Ауыр металдар және мұнай өнімдерімен сонымен қоса Қызылорда, Атырау және Батыс Қазақстан облыстары да біраз жерлері ластанған. Қалдықтарды көму полигондарына және ұзақ мерзімді сақтау қоймаларына қойылатын экологиялық талаптарға келетін болсақ, олар қалдықтарды сақтау және көму орындары туралы былай жазылған. Бірінші, қалдықтарды сақтау, кейіннен кәдеге жарату, өңдеу немесе түпкілікті мақсатында әрбір қалдық түрлері үшін белгіленген кезеңге арнайы жабдықталған жерлерде жүргізіледі. Олар арнайы қоймаларда, алаңдарда немесе комберлерде жүргізіледі. Екінші, бұл қалдықтарды алып қою ниетінсіз оларды тұрақты орналастыратын орын қалдықтарды көму орны болып табылады. Қалдықтарды көму арнайы жабдықталған полигондарда жүргізіледі және бұны арнайы ұйым жүргізген уақытта ол жерде қалдықтарды көму паспорты дайындалады. Ол паспортында жалпы көму процесі қалай жүргізілді, экологиялық санитарлық талаптары және оның іргелес жатқан аумақтарға әсері және қанша метр биіктікке көмілген қоршаулар қойылғаны, санитарлық қорғау қоршау аймағының арақашықтығы жазылады. Қалдықтарды кейіннен, бұл үшіншісі, қалдықтарды кейіннен орын ауыстыру ықтималдығына және олардың қоршаған ортаға әсеріне тұрақты мониторинг жүргізу қажеттігіне байланысты тұрақты орналастырылатын орын олардың ұзақ мерзімді сақтау орны болып табылады. Полигондарға белгіленген экологиялық талаптар қалдықтарды ұзақ мерзімді сақтау қоймаларына қойылады. Бұл ретте оларды алып қоюдың, тасымалдаудың, кейіннен кәдеге жаратудың немесе түпкілікті техникалық мүмкіндікті қамтамасыз ететін техникалық мүмкіндікті қамтамасыз етуге тиіс. Қалдықтар полигондарын орналастыру мен салу жобалары осы кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік экологиялық және санитарлық эпидемиологиялық сараптамалардан өтуге жатады. Қауіпті қалдықтарды сақтау мен көму шаруашылық қызметтің экологиялық қауіпті түріне жатады. Қауіпті қалдықтарды сақтау мен көму орындары экологиялық қауіпті объектілер болып табылады. Жалпы кез келген осы қауіпті қалдықтарды сақтайтын және көметін орындар, полигондардың бәрі бұлар қауіпті объектілерге жатқызылады. Қорытындылай келе, қалдықтарды залалсыздандыру және сақтау технологиялары бұл қоршаған ортаны қорғаудың
халық денсаулығын сақтаудың және табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың маңызды бағыттарының бірі. Заманауи залалсыздандыру және сақтау технологияларын енгізу жүйесін қадағалау жүйесін жетілдіру және экологиялық мәдениетті арттыру бұл тұрақты дамудың негізгі шарттары болып табылады. Осымен дәрісіміз аяқталды.